Ал ағайын мұны Зүлфияның үйінде отырмыз. Өткенде бізді қарсы алған жаңағы осы жақта өзі 30 шақты адам келді, 30-40 шақты. Соның бәріне дастархан жайып тұрып, біз ешқайсымыз танымайды ол кісі. Телефонмен ғана біліп, сол енді қарсы алды. Осы жақтың белсендісі, осындай елдің жағдайы жақсы болсын деген ниетте жүрген ақ жүректі адам. Енді мына кішкентайға 10 жасар қызы жаңа Алуа деген былай деп жазып қойыпты, мінекей қараңыздар. Алға көше партиясы. Бәрімізге бір салфеткадан беріп ашып көрсет. Міне, кішкентай ғана қарындасымыздың, кішкентай қызымыздың аппақ жүрегінен шыққан тілегі, енді осы қабыл болсын ағайын. Мінекей, қараңыздар. Еліміз азат болып, қазақтың өзі дәуірлеп көтерілсін, қазақ елін қазақ билесін. Жалмауыз жауыз патша кетсін, жойылсын. Осы ағайын. Сол бір көңіліміз қуанып қалдық. Осы бір кішкентай ғана жазуға. Соны сіздермен бөлісіп отырмыз. Бір-бірден бәрімізге қойып берді. Кішкентай ғана 10 жасар қыз ғой. Осын жазып жүрген. Ана же гимннан ерген. Мынаны көрсетші. Мына жерге қараңыздар ағайын, мынау біздің гимн ғой. Бізде гимнге менің елім деп айтады. Негізінде елім емес, жерім. Егер жер болмаса, ел болмайды онда, ел кетеді. Міне біздің саясат, бұл жан-жақты жүріп жатқан саясат, біздің рухымыздан, бойымыздан, санамыздан мынау жерді алып тастаса, ертең күні жерді біз ұмытсақ, онда біз ұтыламыз, онда біз жеңілеміз. Менің елім, менің жерім болу керек. Міне жер болса, ел болады. Қазақ бабаларымыз қашанда осы жерді қорғап жүріп, Назарбаевты өшіріп тастапты. Айналайын, мінекей біздің қазақ осылай болу керек, намысты болу керек біз әрқайсымыз. Алдымыз жақсы болсын, өміріміз жақсылыққа толы болсын. Жақсы осында билік. Ал көше партия жазасын. Көше партиясы жеңіске төте жол, тура жол. Шығамыз көре билікті.